Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Көптің сұрауы бойынша сметанник пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Мені арнама тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Ыдысқа илегіштен өткізілген ұнды, қант және де разрыхлитель қосып, қасықпен араластырамыз. Содан соң жұмыртқа және де бөлме температурасында ерітілген сары майды қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, жанын маймен майлаймыз, сары маймен. Қамырды жайып шығамыз. Менде диаметрі 24 см бортиктер жасаймыз. Және ең соңында шанышқының көмегімен осылай тегістеп шығамыз. Міне біздің пирогымыздың основасы дайын болды. Енді салмасына кірсек, ыдысқа қаймақ, жұмыртқа және де қантты қосып, венчикпен араластырамыз. Миксерді қолданудың қажеті жоқ, немесе шанышқының көмегімен де араластыруға болады. Енді қамырымыздың үстіне құйып, 180 градуста қыздырылған пешке шамамен 40-50 минутқа қоямыз. Міне толық суығанын күтеміз. Содан соң барып, осылай жан-жақтарын кесіп алып, формасын аламыз. Міне тортымыз дайын болды. Суытып болғаннан кейін тағы да 3-4 сағатқа холодильникке қоюды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.